Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз заманауи маркетингтің ең құпия әрі ең қарқынды дамып келе жатқан саласы нейромаркетинг курсын бастаймыз. Бірінші дәрісіміздің тақырыбы нейромаркетинг дегеніміз не? Бүгінгі сабақта біз дәстүрлі зерттеулердің неліктен жиі қателіктерге ұрынатынын, адам миының жарнама мен брендтерді қалай қабылдайтынын және тұтынушының санасына тікелей енуге мүмкіндік беретін заманауи технологиялық құралдармен танысатын боламыз. Менің аты жөнім Абужаитова Агдана Аманжоловна. Бұл курста сіздермен бірге нейромаркетингтің теориясы мен практикалық кейстерін терең талдайтын боламыз. Бірінші біз нейромаркетинг және маркетингтің айырмашылығы туралы айтып кетейік. Алдымен негізгі ұғымдарды ажыратып алайық. Классикалық маркетинг дегеніміз не? Бұл адамдарға өнімдерді ұнатуға, нарықты зерттеуге бағытталған өндіріс өткізу қызметін басқару өнері болып саналады. Ал нейромаркетинг болса, бұл маркетингтің жұмыс істеп немесе жұмыс істемейтін, дәл өлшейтін ғылыми тәсіл. Ол тұтынушылардың миының жұмысын ғылыми негізінде түсінуге сүйенеді. Есте сақтайын, басты алтын ереже бар бізде. Нейромаркетинг адамдардың не айтқанын емес, олардың ішкі дүниесінде не сезінетінін және қандай реакция білдіретінін өлшейтін бір құрал болып саналады. Себебі біздің сөзіміз бен ісіміз жиі сәйкес келе бермейді. Айсбергтің көрінбейтін бөлігі. Адамдар неге өтірік айтады, немесе толықтай жауап бермейді. Осы суретте біз саналы және сазансыздықты көре аламыз. Осы айсбергіміз саналы деңгей conscious, бұл айсбергтің су бетіндегі кішкентай ғана бөлігі болып саналады. Дәстүрлі сауалнамалар мен фокус топтар осы 5%-ның саналы деңгейдегі ғана өлшей алады. Яғни адамдардың не ойлайтынын сұрайды. Алайда шешім қабылдау ғылымы дәлелдегендей, адамдар шешімдерді ақылға қарай емес, эмоцияға сүйеніп қабылдайды. Сатып алу шешімдердің 95%-ы айсбергтің су астындағы үлкен бөлігі болып саналады. Сансыздықта немесе subconscious деп ағылшын тілінде атаймыз. Бұл эмоционалдық мінез-құлық адамның шынайы не сезінетінін нейромаркетинг дәл осы 95%-ық жасырын мотивтерді ашуға бағытталған. Жалпы нейромаркетинг дегеніміз не? Ғылыми анықтамаға сүйенсек, нейромаркетинг, маркетинг, психология, нейробиология ғылымдарын біріктіріп, тұтынушылардың маркетингтік ынталандыруларға реакциясын зерттейтін пән. Бұл терминді алғаш рет 2002 жылы Роттердам Эразм университетінің профессоры Алия Смитс енгізген еді. Оның негізгі идеясы миды тікелей өлшеу арқылы маркетингтің тиімділігін арттыру болатын. Ал Нобель сыйлығының лауреаты Фрэнсис Крик өзінің атақты гипотезасында барлық адам сезімдері, ойлары мен мінез-құлқы бұл миымыздың нейрондық белсенділігінің өнімі деп тұжырымдаған. Демек, миды зерттеу арқылы біз нарықты нақты түсіне аламыз. Ал енді осы слайдта біз дәстүрлі және нейромаркетинг құралдарын, әдістерін қарастырып көрейік. Олардың қандай айырмашылығы бар екенін. Дәстүрлі маркетинг деген неге сүйенеді? Біріншіден, фокус топтар басында айтып кеткендей, сауалнамалар, сұхбаттар, АБ тестілеу және нарықтық модельдеу. Мұндағы ең үлкен кемшілік нәтижелердің субъективті есептерге, яғни тұтынушының өз пікіріне негізделуі. Ал нейромаркетинг бұл субъективлікті жояды. Ол ЭЭГ, ФМРИ, ай-трекинг, GSR және биометриялық өлшеулер сияқты объективті құралдарды пайдаланады. Нәтижесінде біз жоғары дәлдіктегі шынайы деректерді ала аламыз. Енді келесі слайдты қарай жіберейік, нейромаркетингнің мүмкіндіктері. Енді бұл саланың нарықтағы әлеуетіне тоқталайық. Нейромаркетинг шешімдерінің жаһандық нарығы өте қарқынды өсіп келеді. Егер мысалға 2016 жылы бұл нарық 960 миллион ақш долларын құраса, жылдық орташа өсімі 2% көрсетеді. Енді 28 жылдарға қарай 2,2 миллиард долларға жетуін болжайды. Неліктен ірі компаниялар бұған миллиардтаған қаражат жұмсайды? Себебі бұл құрал брендті оңтайландыруға, тұтынушымен терең эмоциялық байланыс орнатуға және сатып алу мінез-құлқы дәл болжауға мүмкіндік береді. Ол бізге тұтынушы санасының жасырын 95%-ық бөлігіндегі мотивацияларды ашып көрсете алады. Нейромаркетингтің басқа салалармен байланысы қандай? Нейромаркетинг бұл жеке дара оқшауланған ғылым емес. Ол бірнеше іргелі салалардың тоғысында тұр. Мына диаграммаға мән берсеңіз, ол 4 үлкен бағытты біріктіреді. Біріншісі нейроғылым және нейробиология. Тұтынушы мінез-құлқы мен шешім қабылдау болжау үшін тікелей адам миын зерттейді.
Нейроэкономика дәстүрлі экономикадағы қара жәшікті, яғни адамның тәуекелді қалай бағалайтынын және инвесторлар мен сатып алушылардың психологиялық ерекшеліктерін зерттейді. Келесі психология. Санасыз процестердің адам іс-әрекетіне ықпалын талдайды. Осы ғылымдардың синтезі бізге тұтынушылық шешімдерді түсінудің бірыңғай кілтін бере алады. Нейромаркетингтің міндеттері. Біз осы пәнді оқу барысында қандай негізгі міндеттерді шешеміз? Біріншіден, маркетингтік ынталандыруға, мысалы жарнамаға немесе қаптамаға адамдардың миында нақты не болатынын түсіну. Екіншіден, ми әртүрлі контексттерде қалай жауап береді. Үшіншіден, бұл ми реакциялары нақты сатып алу шешімдеріне қалай айналады, соны анықтау. Түпкілікті мақсат осы ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша тұтынушылардың мінез құлқын дәл болжау және оны басқару ғылымы болып келеді. Осындай біздің маңызды 4 міндеттеріміз бар еді. Бірақ біз сол жаңағы зерттеген саламыз бойынша нейромаркетингтің артықшылықтары мен кемшілігін білу керекпіз. Кез келген әдіснаманың өз тиімділігі мен қиындықтары болады. Артықшылықтарына тоқталсақ, тұтынушы мінез құлқының жасырын санасыз мотивтерін ашады. Қажеттіліктерді тереңірек түсінуге және сатып алуға әсер ететін нақты факторларды анықтауға көмектеседі. Алайда кемшіліктері де аз емес. Бірінші, ол зерттеулер үшін өте қымбат және арнайы зертханалық жабдықтар қажет. Мысалы, ЭЭГ шлемдері болуы мүмкін, томографтар болуы мүмкін. Сондай-ақ нарықтағы нейромаркетинг мамандарының тапшылығы байқалады және бұл жоғары инвестициялық шығындарды да талап етеді. Келесі нейромаркетинг зерттеу әдістері. Біз кішкене қысқаша ғана тоқтаймыз бүгінгі сабағымыздың барысында. 4 технологиялық құралдарды айтып кетейін. Біріншісі ЭЭГ, электроэнцефалограмма, бас терісіне қойылатын электродтарды арқылы ми нейрондардың электрик белсенділігін жазады. Эмоционалды реакция нақты уақытты өлшейді. Келесі құралымыз фМРI, функционалдық МРТ, ми қыртысы және тереңдегі лимбикалық жүйенің белсенділігін визуализациялайды. Тіпті сіздің мысалы Pepsi немесе кола таңдайтыныңызды дәл болжап бере алады. Үшінші құралымыз JSR, гальваникалық тері реакциясы деп аталады. Эмоциялармен байланысты тер бездерінің белсенділігін электрондар арқылы өлшейді. Және төртінші құралымыз ай-трекинг болып келеді. Көздің бақылауы, тұтынушының көзі сөредегі немесе веб-сайттағы қай элементке қанша секунд қарап тұрғанын цифрлық камералармен біз тіркей аламыз осы ай-трекер арқылы. Олар көзілдірік сияқты болып келеді. Нейромаркетингтік зерттеулерді бірнеше критерий бойынша жіктейміз. Ақпарат алу әдісіне қарай. Бастапқы жаңадан жиналған және екінші реттік бұрынғы зерттеулер арқылы деп біз екіге бөле аламыз. Келесі ол зерттеу орнына қарай. Ол зертхана жағдайында болуы мүмкін, немесе нақты дүкен ішінде, немесе онлайн түрінде зерттеу болуы мүмкін. Келесі ол технология түріне қарай. Стационарлы үлкен құрылғылар, мысалы МРТ, инвазивті емес шлемдер және қозғалысқа кедергі келтірмейтін мобильді көзілдіріктер болуы мүмкін. Зерттеу мекемесіне қарай. Таза ғылыми мақсаттағы және компаниялардың тапсырысымен жасалатын коммерциялық зерттеулер болуы мүмкін. Сіздің ойыңызша, бұл құралдар практикада қайда қолданылады? Қазір біз негізгі 5 бағытты қарастырып кетейік. Біріншіден, ол бренд. Брендтер мен брендинг қызметін эмоционалды деңгейде түсіну. Неге осылай неге әсер етті, қалай әсер етті? Келесі өнім. Инновациялар мен қаптама дизайнын алдын ала сынау. Үшіншісі жарнама. Видеороликтерге тұтынушының шынайы реакциясын секундтап өлшеу бізге нейромаркетинг көмектесе алады. Төртіншісі онлайн. Веб-сайттар немесе цифрлық кеңістегі сатып алу тәжірибесін оңтайландыру. Және келесі ол ойын-сауық, оқиғаны немесе фильмді көру кезінде қызығушылықтың мида қалай сақталатынын зерттеу нейромаркетинг бағыттарын қолданыламыз осы бағыттарда. Келесі ең сүйікті бренд зерттеу туралы айтып кетейін деп едім. Профессор Питер Кеннингтің зерттеуі болған еді. Енді өте қызықты ғылыми эксперимент болып саналады. Сол жаңағы айтып кеткен неміс нейроэкономисті профессор Питер Кеннинг МРТ құрылғысының көмегімен адамдардың бренд таңдау сәтін зерттеген еді. Ол 2 маңызды заңдылықты анықтады. Біріншіден, адам өзінің ең сүйікті брендін көргенде мидың сыни талдау мен логикаға жауап беретін бөліктері бірден тынышталады.
яғни қыртыс ошағы тежеледі. Шешім лезде интуитивті және эмоционалды деңгейде қабылданады. Екіншіден, бұл феномен тек номер бірінші бренд пайда болғанда ғана жұмыс істейді. Тізімдегі екінші орындағы бренд мұндағы интуитивті реакциясын тудырмайды. Маркетологтар үшін сабақ. Сатып алу тізіміне жай ғана кіру жеткіліксіз. Мақсат тұтынушы үшін бірінші нөмірлі бренд болу керекпіз. Себебі іс жүзінде дерлік сатылған өнімдер ақша әкелмейді. Келесі тағы да бір зерттеуді айтып кетейін деп едім. Hasbro зерттеу болып саналады. Теорияны бекіту үшін осы әлемдік үлкен практикалық кейсті Hasbro кейсін талдайық. Ойыншық өндірушісі Hasbro компаниясы тұтынушылардың айтқан сөздері мен нақты мінез құлқы сәйкес келе ме, жоқ па, соны тексеру үшін ауқымды зерттеу жүргізген еді. Олар біз уақытта 3 әдісті кешенді түрде қолданды. Біріншісі онлайн сауалнама, сөз деңгейі, дүкеннен шыққандағы сұхбат, есте сақтау және ең бастысы тауар таңдау сәтіндегі ай-трекингтің нақты іс-әрекеті. Эксперимент 6 ай бойы жүріп, 1500-ден астам сатып алушыны қамтыды. Нәтижесінде сөз бен істің алшақтығы, яғни адам психикасының тұзақтары ашылды. Тереңірек айтып кетейін. Осы зерттеуіміз ойыншық дүкендердің нақты сауда залдарында жүргізген еді. Сатып алушылар арнайы көзілдірікті киіп, не сенсор тағып таңдау жасаған еді. Нәтижелерді қарастырайық. Нәтижелер зерттеушілердің өздерінде таңғалдырды. Ең маңызды 3 нәтиже тапқан еді. Бірінші нәтиже, сауалнамада 79% алдын ала не алатынды білемін деген. Бірақ ай-трекинг деректері мүлдем басқаны көрсеткен еді. Іс жүзінде мақсатты тауарды іздеген тек 56% болған. Қалған 44% жай аралап жүрген. Екінші нәтиже, тек 3% бағаға мән бермеймін деді, бірақ ай-трекер бойынша бағаны шынайы елемегендер 28% болған. Адамдардың басым бөлігі бағаны назарға алмаймын деді, бірақ іс жүзінде бағаға қараған екен. Келесі нәтиже, сатып алудың 78% негізгі сөреден жасалады. Бірақ 50% тұтынушы екінші сөреге де назар аударады. Оны жүйе арнайы ұсыныс ретінде қабылдайды. Бұл осы 3 нәтиже бір ортақ қорытындыға алып келеді. Адамдар өздерінің мінез құлқын дұрыс сипаттай алмайды, тек нейромаркетинг арқылы немесе басқа ғылыми салалар арқылы шындықты таба аламыз. Тағы да осы ай-трекинг факторларын қарастырып кетейік. Осы жаңағы Hasbro кейсі бойынша ай-трекинг зерттеуі сонымен қатар тұтынушылардың нені байқайтынын бізге анықтап бере алды. 3 топ фактор болған еді. Рационалдық факторлар, жеңілдіктер мен акциялар, логикалық сөре орналасуы, дүкеннің үздік таңдау ұсынысы. Келесі ол эмоционалдық триггерлер, үлкен және жарқын орамалар, белгілі бренд атауы. Ең маңызды табыс интерактивті элементтер тіпті ең төменгі сөреде болса да байқалады екен. Яғни дүкенде жарқырайтын не қимылдайтын өнім кез келген жерден назар аударылады. Шешім үшін ақпарат, қандай ақпарат ала аламыз? Ойыншықтың жас бойынша ұсынысы, визуалдық тартымдылық, балаға дамытушы сипаттама сатып алу ықтималдығын арттырады. Hasbro бұл нәтижелерді пайдаланып, өз стратегиясын жетілдірді. Өнімдерді орналастыруды өзгертті. Орамаларын жаңалады, дүкен кеңістігін қайта жоспарлады. Енді біз бүгінгі сабағымызды қорытындылап кетейік. Бүгінгі сабақ барысымызда қандай қорытынды жасай аламыз? Бірінші, нейромаркетинг, маркетинг, психология және нейробиология салалардың бірыңғай синтезі болып келеді. Екінші, ол тұтынушы шешімдердің 95% санасыздықта қабылданады. Дәстүрлі маркетинг мұны зерттей алмайды, немесе қиын болуы мүмкін. Осы сәтте нейромаркетинг осы жаңа тұтынушылардың миындағы не бар екенін зерттеп бере алады. Үшінші, мысалы EEG, fMRI, JSR, ай-трекинг деген құралдар арқылы тұтынушының ауызша жауабынсыз тікелей физиологиялық реакциясын өлшейтін негізгі зерттеу құралдары болып келеді. Және төртінші, ең сүйікті бренд эффектісі маркетингтің нақты мақсатын анықтап бере алады. Тізімде болу жеткіліксіз, тізімнің бірінші орында болу керек екен. Маркетологтар білу керек. Бесіншіден, Hasbro кейсінің дәлелдігі, адамдардың айтқаны мен жасағанын арасында үлкен айырмашылық бар. Тек ғылыми өлшеу ғана шындықты ашады.
Рахмет, және келесі сабақта көріскенше.